Айгүл, Марат және қатты қателіктің құны. Бұл оқиға Қазақстанның бір шағын ауылында болған. Кешке иттердің үні естіліп, түнде есіктерді жел тарс-тарс қағатын тыныш ауыл. Айгүл деген қыз бар еді. Ұяң, сабырлы. Ол Марат деген жігітті көптен бері жақсы көретін. Бірақ Мараттың әйелі бар. Бәрі құрметтейтін Гүлнар. Айгүл бұның бос махаббат екенін білсе де, жүрегі қоймады. Ұйқысы қашты. Тамақ ішпей жүдеп кетті. Бір күні базарда бір әйел оған айтып қалды. Бір бақсы кемпір бар, жүрек мәселесін жасайды дейді. Айгүлдің ойына осы сөз кіріп алды. Кешкісін ол ауыл шетіндегі Бақыт деген шаман кемпірге барды. Үйі қараңғы, есігі өзінен өзі ашылды. Бақыт Айгүлге ұзақ қарап, махаббат керек пе, оның құны бар деді. Айгүл тоқтаса да басын изеді. Ритуал қорқынышты болды. Шашынан бір талын кескізіп, тостағанға салдырды, қан тамыздырды. Бақыт түсініксіз сөздер оқыды. Енді байланыс бар деді ол. Бірақ тағдырға қарсы шыққандардың жаны тыныш болмайды. Айгүл ол кезде тыңдамады. Бірнеше аптадан кейін Марат әйелі Гүлнарды тастап, Айгүлге үйленетінін айтты. Бүкіл ауыл таң қалды. Айгүл арманым болды деп ойлады. Бірақ бәрі қорқынышты түрде өзгерді. Марат күннен күнге әлсіз, жүдеңкі болып кетті. Түсі суық, көзі қуыс, шетін болды. Ашуланшақ болып, Айгүлді қатты қызғанатын, үйден шығармайтын, түнде оянып біреумен сөйлескендей күбірлейтін. Айгүл кейде оның айнадағы бейнесі қозғалысты кеш қайталайтынын көретін. Сол сәтте денесі мұздап кететін. Күннен күнге ол есінен айырылды. Ыдыстарды сындырып, қол көтере бастады. Айгүл оның ішінде бөтен күш барын сезді. Сол күш Мараттың жанын жеп жатқандай еді. Бір сұмдық таң туды. Ауа салқын, тыныш. Айгүл оянып, сыртқа шықса, Марат аулада тұрған ескі алма ағашында асылып қалған. Түсі әппақ, көзі ашық күйінде қалған. Соңғы сәтке дейін Айгүлге қарағандай. Жерлеуден кейін Бақыт кемпір өзі келді. Ескерткем, деді ол. Ол жігіт Гүлнардың тағдырындағы адам еді. Сен күшпен тарттың. Тағдыр мұндайды кешірмейді.